Қош келдіңіз менің YouTube каналыма. Егер сіз менің каналыма жазылуы болмасаңыз, дәл қазір жазылып алыңыз, себебі бұл жақта аптасына 2 рет пайдалы ақпараттар шығып отырады. Және де бүгінгі біздің тақырыбымыз ата-ананы қабылдау, яғни ата-текпен жұмыс. Неге бұл тақырыпты қазір қозғап отырмын? Себебі міне осындай видеолар жиі мен салып тұрамын өзімнің Instagram парақшама и директке кері байланыс алып бастаймын. Қалай сонда ата-ананы қабылдау арқылы мұндай нәтижеге қол жеткізуге болады? Қалай сонда ата-ананы қабылдау дегеніміз ол не вообще? Ата-тек дегеніміз қандай техника? Қалай ата-ананы қабылдау арқылы табысың артып кетеді сенің деген сияқты. Сондықтан сондай көп сұрақтар келіп бастағаннан кейін мен осы YouTube'ыма қысқа әрі нұсқа түсіндіруге шешім қабылдадым. Қазір мен сізге түсіндіріп өтемін. Жалпы ата-текті қабылдау не үшін өмірімізде маңызды? Себебі Алладан кейін бұл өмірге біз ата-анамыз арқылы, то есть әке-шешеміз себепкер болу арқылы бұл өмірге келдік. Ол кісілер болмаса, біз бұл өмірге келмес те едік, иә? Яғни біз туылмай тұрып, ата-анамыздың болмысын қабылдап алғанбыз. Ол қалай? Мысалы, әйел адам аяғы ауыр болған кезінде жан-жақтан адамдар кеңес беріп бастайды. Ашуланба, өзіңді күтіп жүр, саған стресске түсуге болмайды, себебі ішіңдегі бала сезіп бастайды барлығын деген сияқты. Сондықтан да максимально аяғы ауыр әйелдер өзін күтуге, үнемі жақсы көңіл күйде жүруге, жақсы тамақтануға тырысады, көп білім алуға деген сияқты. Сондықтан бұл жерде менің айтқым келген нәрсе, то есть біз бұл өмірге келмей жатып, біздің анамыз не естіді? Анамыз әрине тікелей әкемізбен байланыста болады, қоғаммен байланыста болады. Сондықтан барлық нәрсені автоматты түрде біз қабылдап бастаймыз. Өмірге келмей жатып. Барлығын біз сеземіз. Біз иногда таңғаламыз ғой өмірімізде. Вроде мен әке-шешемнің ұрсысқанын көрмедім. Вроде мен ес білгелі әке-шешемде ақшамен проблема болған жоқ. Вроде менің әкем анамды ұрған жоқ, бірақ неге мен күйеуім ұрады? Вроде мынандай проблеманы мен отбасында көрмедім. Неліктен қазіргі таңда мен басында бұл проблема болып жатыр деген сияқты. Может быть, сіздің анаңыз бір фильмді көрді, немесе сіз туылғанша анаңыз бен әкеңіздің өмірінде проблема болды деген сияқты. Бірақ жалпы өмірдегі барлық 100% проблеманы әке-шешеге алып кеп тіреп қоюға болмайды, иә? Дегенмен көптеген проблема біздің тұлға болып қалыптасуымыз, жалпы біздің ойымыз, иә, барлығы осы әке-шешемізге байланысты. Енді ата-текті қабылдау дегеніміз не? Ол әке-шешені қабылдау деген сөз не обязательно сіз әкеңізбен, шешеңізбен прям жұлысып, жақтасып, бет көрмейтіндей, айғайласып, ұрсысып қалу емес. Ол кішкентай мелочтардан басталады. Мысалы, кішкентайыңызда сізді анаңыз бір нәрсеге қолдамады. Сіз, мысалы, Барби кукла сатып алғыңыз келді, анаңыз қойшы, оны алмашы, немесе ерікпеші, немесе бұны алып бере алмаймын деген сияқты. Немесе әкеңіз сізді бір ойынға сұранған еді, сізді жібермей қойды. Немесе сіз дәрігер болғыңыз келді, бірақ үйіңіздегілер сізге юрист бол деп айтты. Немесе сіз юрист болғыңыз келді, бірақ сізге үйіңіздегілер мұғалім бол деп айтты деген сияқты. То есть сіздің өміріңізде кішкентай ғана әкеңіз бен шешеңіз сізді қолдамаған кездері болса, сізді түсіне алмай қалған кездері болса, махаббатын толықтай көрсетпеген кездері болса, немесе жұмыс басты болса, сізге көп уақыттарын бөле алмаса, осының барлығы біздің бір жүрегіміздің түбінде сақталып қалады. Өкпереніш, түсініспеушілік, бір өкініштер сияқты болып, неге мені осылай жасамады екен, кезінде неге мені қолдамады екен деген сияқты.
И тағы да менің бір айтайын дегенім, бұл жерде каждый әке шешенің кішкентай болсын мелочь бір түсініспеушілік болып қалған нәрсені толық қабылдау өте маңызды. Қазір қалай қабылдау керек, оның барлығын айтамын. И осы жерде мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Жоқ, менің әке шешеммен қарым-қатынасым күшті, немесе қалай менің әкем анам тастап кетіп қалған, қалай менің әкем түрмеде отыр, немесе қалай мен әке шешемді ешқашан көрмеген, мен нағашыларым қолында өстім, либо мен детдомда өстім деген сияқты, маңызды емес. Біздің өмірімізде биологически әке шешемізді қабылдауымыз керек. Отчим дейді ғой, өгей әке, өгей шеше, нағашы ата, апа емес, именно биологически әке шеше. Биологически әке шешеңізді білмесеңіз, просто көз алдыңызға примерно картинкасын елестету арқылы өз туған ата-анамызды білу, қабылдау өте маңызды. Себебі біз сол адамдар арқылы осы өмірге келіп тұрмыз. Енді ата текті қабылдау ең оңай бір техникасын айтайын. Ең оңай техникасы міне былайынан жасайсыз. Менің айтқанымды бірме-бір жасаңыз. Ойбай, мен әке шешеме өкпе-ренішім жоқ. Қой, мен әке шешем так қиындық көрген, мен оларды қатты жақсы көремін, қалай мен қазір жамандап жаза аламын? Жазыңыз. Бұл техника көптеген адамдарға көмектесті. Мен қалай айтамын, соны бірме-бір орындауыңыз қажет, нәтиже алғыңыз келсе. Ендеше кеттік. Дәл қазір барып бір блокнот пен дәптер алып келіп алыңыз. Қасыңызда жоқ болса, видеоны тоқтатып қойып қайтадан келсеңіз болады. Ары қарай просто так мен видеомды қарап жасамаңыз, ойша емес, жазып жасау өте маңызды. Бір парақты аласыз и бірінші әкеден бастайсыз. Папа, мен сізге ренжулімін. Себебі сіз мені еркелетпедіңіз, сіз мені қолдамадыңыз. Кезінде сіз менің мамамды менің көзімше ұрдыңыз дейсіз ба? Кез келген өте қатты сіздің бір жүрегіңізде қалып қалған неприятный ситуацияны жазасыз. Сосын барып, бірақ жазбайым, анау-мынау деп шықпаңыз. Прям ойлап тауып алыңыз жаман нәрселерді. Сосын жазасыз, бірақ мен сізді кешіргім келеді. Мен сізді кешіремін, мен сізді кешірдім. Дәл осылай қайталап жазасыз. Себебі сіздің себебіңіз арқылы өмірге келдім. Сіз менің маңдайымнан сипадыңыз, немесе сіз мені оқуға түсіруге көмектестіңіз дейсіз бе? Осындай бір өміріңізде алғыс айта алатын үш нәрсе жасасыз. Бұл жерде де әкеңіз өте жаман адам дейсіз бе, ішеді дейсіз бе, сізді кішкентайыңыздан ұрып өсірді ма, маңызды емес. Үш жақсылығын жазасыз. Ары қарай кеттік. Дәл осы нәрсені анаңызға қайталайсыз. Мама, мен сізге ренжулімін, себебі, одан үш себебін жазып, одан кейін, бірақ мен сізді кешіргім келеді, мен сізді кешірдім, себебі. Дәл осыны қайталап жазып, өзіңіз іштей оқисыз. Оқып болғаннан кейін терең тыныс алып, ауаны шығарасыз, қолыңыздағы парақты лақтырып тастайсыз. Кейін 21 күн бойы жазасыз. Таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін. Анашым, менің сізге алғысым шексіз. Нандай жақсылықтарыңыз үшін. Әкешім, менің сізге алғысым шексіз. Нандай жақсылықтарыңыз үшін. Тіпті әке шешеңізбен ара қатынасыңыз күшті болса да жазасыз, яғни қандай ситуация болмасын, бұл нәрсе арқылы сіз қандай нәтиже шығара аласыз. Ең бірінші, әкені қабылдау арқылы табысыңыз артады. Қарыз кредитіңіз болса, ойламаған жерден құтылып бастайсыз. Яғни ақшамен проблемаңыз шешіліп бастайды. Бизнесіңіз жүріп бастайды, кеңейіп бастайды. Өзіңіз түсінбей қаласыз. Екінші нәрсе, бұл жерде ер азаматпен, ер адаммен қарым-қатынасыңыз жақсарып бастайды. Яғни ер адамның энергиясымен байланыс жақсы болып түседі. Жақсы болады. Үшінші, самооценкаңыз көтеріледі. Анаңызды қабылдау арқылы. Самооценкасын көтерген адам қандай? Ол әрқашан жақсы киініп бастайды, жақсы үйде тұрып бастайды деген сияқты ғой. Одан кейін барып, сіздің қоршаған ортамен қарым-қатынасыңыз жақсарады. Ананы қабылдау арқылы.
яғни бүкіл әлеммен жақсы байланыста болып бастайсыз. Ренжісіп қалған адамдармен қарым қатынасыңыз жақсарып бастайды. Осы 4 нәрсе болғаннан кейін әрине сіз бай бақытты адам боласыз. Көріп тұрсыз ба? Сіздің өміріңізді қай жағынан алса да барлығын жақсы жаққа өзгертуге өте мықты бір ресурс, өте мықты бір күш беретін жер бетіндегі адамдар. Қысқа да нұсқа мен сізге айттым, ал менің авторлық 30 күндік курсымда именно әке-шешені қабылдауға арналған түрлі хаттардың түрі бар, медитациялар бар, бұдан да басқа техникалар бар, практикалар бар. Егер бұдан да терең жұмыс жасағыңыз келсе, өміріңізді дәл қазіргі сәттен де жақсартқыңыз келсе, немесе проблемаларыңызды шешкіңіз келсе, одан ары қарай дамығыңыз келсе, менің жеке консультацияма жазылып авторлық курстарымды ала аласыз. Егер сізге дәл қазіргі таңда осы видео пайдалы болса, міндетті түрде лайк басыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз, тіпті тапсырманы орындап болып, менің инстаграмдағы Ая Әжібек парақшасын белгілеп, өз ойыңызды бөлісіп, директке жазсаңыз да болады. Ендеше сізге сәттілік.